Сәлем, мен атым Стейси. Мен 16 жастамын. Мен үздік оқушымын. Мен көбінесе адамдарға түрімді көрсеткім келмейді. Себебі оны алдыңғы уақыттарда білетін боласыздар. Менің анам, отбасым бар. Анам, әкем, отбасым бар, үйім бар. Бірақ та кейбір адамдардың өздерінің шаштары өздеріне сай келмеуі мүмкін. Терлері, шаштары. Мен сондаймын. Мен өзімнің ата-анама ешқашан ұқсамаймын. Себебі өзімді асырап алды деп ойлаймын. Менің әкем Ферлет. Ол ескі заттарды жақсы көреді. Біздің үйді ескі қылып тастады. Ал анам мейірімді жан. Ол маған көп заттар алып бере береді. Мені жақсы көреді. Ол екеуі де фермада жұмыс істейді. Мен қазір өзімнің ата-анамды таныстырайын. Әкем Ферлет. Анам Кейси. Мәссаған, таңертең болыпты ғой, қазір сабаққа барамын. Жуынып алайын. Жуыну көп адамның ісі деп ойлаймын. Әрбір адамның өз ісі деп ойлаймын. Шашты тарау жуым щеткамен, тісті су. Әрбір адамның ісі деп ойлаймын. Стейси, қазір анашым бара жатырмын. Стейси, біз қазір жұмысқа барамыз. Сен өзің тамағыңды ше бер. Қазір мен саған тамақ істеп берейін. Так, сковородканы алайын. Салайын. Мен саған қазір шай қойып берем, Жарай ма? Орнына отыра бер. Так. Міне, менің анашым. Так. Саған бүгін үйде саған жұмыртқа пісіріп берейін. Давайте саған жұмыртқамен макарон пісіріп берейін, ме? Жарайды. Міне, менің анашым осындай. Олар таңда жұмысқа кетеді, ал мен өзім жеп жей беремін. Жарайды, біз жұмысқа кеттік. Мен де жұмысқа кеттім. Мен тез шайымды ішіп жеп аламын. Мен енді сабаққа кетемін. Мен керек нелерімді аламын. Кітаптарымды. Физика, геометрия деген. Бірақ мен 4-ші сынып оқимын. Достар, шынымен өмірде мен 4-ші сынып оқимын. Енді 5-ші сыныпқа көштім. Сосын мен өзімнің дәптерімді іздеймін. Дәптерім қайда? Туф, осы үстелде ұмытып кете берем. Жайт кеттім. Ой, көзіңізге байқап жүрмейсіз бе? Сен байқап жүрмейсің бе? Қалай үлкенге сөз қайтарасың? Қазір
жолда байқап жүр, өйткені сені бір нәрсе болады. Мен онсыз да байқап жүремін, сіз айтпасаңыз да. Кетті, мен сабаққа кешігіп барам. 2-3